жаңа жылда 3 ай бойы шыршаны шамдармен сыйлап қояды. 1 жыл бойы қораға неге киіз үйді жинап қояды? Қалай бұлай? Ашулы айттың ғой. Талдап айтқан дұрыс қой негізінде. Қайтадан бір рет айтшы, түсінейік. 3 ай бойы шыршаны шамдарменен сыйлап қояды. Киіз үйді 1 жылға қораға неге жинап қояды? Айттым жаңа. Басынан айтшы. 3 ай бойы шыршаны шамдармен сыйлап қояды. 1 жыл бойы қораға неге киіз үйді жинап қояды? О, шырша, киіз үй деп, не амаңдаршы, екеуі де мереке ғой, үстіп аяқ астына екке бөлетіндерін қинап қояды. Бәрекелді. 3 ай бойы шыршаны шамдармен сыйлап қояды. Неге 1 жыл бойы киіз үйді қораға жинап қояды? Дұрыс қой, киіз үйді жылы жерге, ал шыршаны аязға шығарып қинап қояды. Бәрекелді. Тұран Астана. 3 ай бойы шыршаны шамдарменен сыйлап қояды. Жаңа жылда сыйлап қояды. Неге киіз үйді 1 жылға қораға жинап қояды? Мен ұйқасым кетіп қалады қазір. Соңғы жағын қайтып айтып жүрші. Неге жинап қояды? Ал, әр жылы үкімет шыршалам деп шығын болады. Есесіне киіз үй 10 жыл шыдап тұрады. Осы кезде шапалақ ұрады, мен орнына тұрады. Жаңа Семей жауап беретін. Bir күні жаңа жылға шыршаны шамдармен сыйлап қояды да, ал киіз үйді 1 жыл бойы жаңағы қораға жинап қояды. Киіз үйді жинамай жыл бойы біз тойлайық, шығыстан құрмет болсын деп саған шапан жабайық. Ай, бәрекелді. Осылай жаңа Семей сыйлап қояды. Жауап бар есін. Ал. Мен қоя салайын, мен жаттауым ғой. Келе. Қоя бер. 3 ай бойы шыршаны сыйлап қояды. Жоқ, шамдармен. Шамдармен дейсіз. Шамдармен сыйлап қояды. О. Құдай қаласа. Аха. Екінші маған деді. Киіз үйді 1 жылға Қораға жинап қояды. Жинап қояды. Есіна рахмет. Киіз үйді қораға жинап қояды. Бәрекелді. Рахмет. Міне, таза ақын деп осыны айтады. Рахмет айналайын. Ес қара ақынды жақсылап шығарып салайық ортадан.